Көргенімді көрмеңдер. Парида Исмаилова Шам жеріне қыздарын іздеп барған аз ананың бірі. Мария мен Әлиясын бүлікшілер ордасына жолдастары ертіп әкетіпті. Кіл мұсылмандар арасында өмір сүреміз деген әуезді уәдені үйіп төккен қос күйеу бала сойқанға саналы түрде дайындалған. 2015 жылы жымысқы жоспар құрып елден безет. Кейуана қыздарының соғыста жүргенін өздерінен емес, өзгелерден естейді. Егілет, ойланбастан алыс сапарға аттанады. Күйеу балалар алып кетті ғой. Мен сендерді алып кетеміз деп кетуге келдім мен дегенде, ол жерден қай жақтан жол іздесең де сен табылмайсың ол жолды. Шығамайсың. Кірдің ба, бітті. Апамыз діттеген жеріне жетті. Қыздарын да іздеп тапты. Бірақ бұл уақытта таяу шығыстағы жағдай ушығып, Парида Исмаилова кері қайта алмады. Исламский государство дегенін байқаған жоқпын да. Ол жақта ол дұрыс емес екенін итак барғаннан ақ білдік уже. Біз түрмеге апарды. Түрмеде 2 күн жаттық. 2 аптаның ішінде 200 адам жиналды ғой. Түрме страшный, таптар жер. Ислам дінінде де әрине әйел баласының ер азаматқа бағынуын, сөзін тыңдауын, құрметтеуі басты назарда ұсталған. Бірақ дегенімен әйел баласы осы итағат, бойынсыну мәселесін өзінің бас амандығына, жан амандығына, балаларының болашағына, олардың денсаулығына зиян келтіретіндей жағдай болатын болса, ондай жағдайда бағыну жоқ. Жазықсыз қырылған халық, босқан жұрт, тұтас адамзаттың қасіретіне айналған еді. Соғысты тоқтатуда әлем дипломатиясы да дәрменсіздік танытты. Дағдарысты шешу үшін Қазақстан тірескен тараптардың басын қосып, тығырықтан шығар жол ұсынды. Ұсынып қана қоймай, талай жерлесіміздің көз жасын құрғатты. 100% алсақ, ол келген әйел адамдардың, оның енді 90-нан астам пайызы бейімделіп, енді радикалдық өзінің көзқарасынан айырылып, бұл күнде өмір сүріп жатыр. Олар 10-15 жылдай бойы жолдасы қасында болды. Одан кейін Сирияға барған кезде ол жердегі идеологтар бар, әбден бастарына құйып, оландырып тастаған, тығыз байланыс жұмыс жүріп жатыр. Ол жұмыс бізге ақниеттің мамандарына жүктелген. Өз көзіммен көрдім, қандай жерге барғандарын. Ондайды ешкімге не алмаймын, не жылаймын. Ондай ағымдарға, адамдарға сенбесін, жастар адаспасын. Парида апамыз 2 қызы мен 4 немересін елге жеткізді. Оларды оңалту, қоғамға қайта бейімдеу шараларынан қалдырмайды. Ал халықаралық террорлық топтың сойылын соққан күйеу балаларының денесі қан сасыған далада көмусіз қалды.